Sen akıllısın. Sen seversin. Sen Akıllısın. akıllısın. Sen Algılısın. akıllısın. Sen seversin. Sen akıllısın. Sen Mıhtısın. sen Güçlüsün. sen güçlüsün. Sen akıllısın. Sen akıllısın. Sen güçlüsün. Жақсы балалар, енді біз өзімізге жақсы көңіл күй сыйладық деп ойлаймын. Енді не істейміз? Біз балалар топқа бөлінеміз. Ленталармен топқа бөлінеміз. Қайсымыз қандай түсті таңдаймыз? Кәнекей, аламыз. Қандай түсті таңдаймыз? Қандай түсті таңдаймыз? Қандай түсті таңдаймыз? Түсті таңдаймыз. Түстерді таңдаймыз. Жақсы. Балалар біз топқа бөліндік, біреуіміз жасыл және біреуіміз қызыл түсті топқа бөліндік, иә? Енді біз кімдеріміз, яғни Қазақстанда тұрып жатқан көп ұлтты халықтармыз. Осы бойынша бәріміз топқа орналасамыз. Кеттік, жүріңдер. Бірге психологиялық ахуал орнатамыз. Психологиялық ахуалда бәріміз лыдыграмма қараймыз және айтамыз. Кәне, дайынсың ба сабаққа? Жақсы балалар, енді балалар қараймыз, назарымыз мұнда аударамыз, үй тапсырмасын қазір тексеріп аламыз. Үй тапсырмасын орындауға кім шығады тақтаға? Кәне, кім шығады тақтаға? Уляна, келе ғой. Уляна, келе ғой. Дұрыс. Көз келді. Мен ұя жасадым. Және мен қарлығашты жақсы көремін. Бұны дәлелдеу үшін не істейміз енді? Жақсы. Тамаша. Уляна не істеді? Үй тапсырмасын орындап шықты. Жақсы балалар, енді назарымызды таққа аударамыз. Қызығушылықты оята отырып, дыбыс таңдау әдісіне назар аударамыз. Балалар, дыбысы таңдамас бұрын ауылда кім болды? Қол көтерейікші. Кім ауылда болды? Мен ауылда болдым. Жақсы. Енді балалар, қараймыз. Мына жерде тұрған, қазір сендерге дыбысты қосамын. Сол кезде бұл дыбыс кімдікі деген әдісті айтамыз. Понятно?